киелі торғай топырағы өнерлі ұрпаққа, жаужүрек батырлар мен айбыны асқақтаған ақындарға бай. Міне осы топырақтың қасиетті нәрінен өн бойына өнердің асыл қазынасын сіңірген соғыс және еңбек ардагері ақын Байдақ Молдашұлы. 1926 жылы Қостанай облысы Амангелді ауданы Қабырға ауылында дүниеге келген арынды ақын Байдақ Молдашұлы қазақ руханиятының көгінде өзіндік үнімен, жүрек тербейтін сырлы жырларымен танылған көркем сөз шебері. Ақын ұзақ жылдар бойы өзі туған ауданда есеп саласында еңбек етіп, торғайдың ел сыйлаған шежіреші, аузы дуалы қарияларының бірі болды. Қарт ақынның кезінде батырдың ұрпақтары, Көкшағыр және Достық атты кітаптары жарық көрген. Көкшағыр поэмасында ақын бай мен кедей арасындағы таптық тартыс, намыс қорғауы туралы сөз етеді. Атамның ертеде өткен арғымағы аңыз боп әлі күнге жаңғырады. Айтқанда қариялар ол туралы құлшынтып құмарымды қандырады. Жылқыны ел ерекше ардақтаған, онымен абыройын салмақтаған. Жылқының қасиетін біле бермес, өмірде жанын салып мал бақпаған. Көкшағыр шын жүректің біреу еді, жарлының жатса тұрса тілеу еді. Естіген аталардың аузынан мінекей Көкшағырдың жыр өлеңі. Байдақ Молдашұлы шығармалары ұлттық рух пен адамгершілік құндылықтарды дәріптейтін, өмірдің шынайы бейнесін көрсететін көркем мұра. Оның ойы терең, мазмұны бай дастандары әрқашан оқырман жүрегіне жол таба білді.